Панический атаканың кезінде адам қандай жағдайға түседі? Панический атаканың кезінде адамда, панический атаканың симптомдары. Адамда ол панический атака үрей келген кезде бас айналады. Головокружение дейді, бас айналады. Сосын сердцебиениесі қатты жылдамдасады, яғни жүрек соғысы, жүрек қағысы қатты соғады. Бір соққанда, мысалы, минутына 100-ден астам соғады, мысалы. Сонан кейін ұйқы, именно панический атака келген кезде, адам стресске түскен кезде де, уайымдаған кезде де іш ауырады, ұйқы безі асқанады, асқазан, іш өтуі болады. Сосын отдышка болады өкпеде, мысалы, демалу системасы қиын болады, мысалы. Сосын сол жақ, основном көбінесе көп адамда панический атака келген кезінде сол жақ жүректің айналасы шаншады, бірақ ол на самом деле жүрек емес. Онан уайымдаудың керегі жоқ. Жүрек орында тек қана жаңағыдай нервный система, панический атака келген кезде нервный система дұрыс жұмыс жасамайды да, сонан нервтар жыбырлап, денеде жыбырлап бірдеңе жүрген сияқты. Біреулер ойлайды, оны жаңағыдай менің ішіме жын кіріп кетті ме деп. Жоқ. Егер адам, мысалы, жын қаққан болса, адамға жын деген болса, ол есі ауысып кетеді, мысалы, да өзін танымайды деген сияқты. Ал панический атаканың кезінде сен есіңді біліп тұрасың, бірақ өзің күшің жетпей тұрады да, әлсіреп, аяқ қолың дірілдеп, қалтырап деген сияқты. Өзіңді жоғалтып, бірақ ойың жайында, жай ғана ойыңды жинақтай алмай жатсың да, жинақтап өзіңе күшің жетпей жатыр. Жалпы нелер көп, симптомдары өте көп. Аяқ қол ұюы, мысалы, әркімде әртүрлі. Аяқ қол қақсайды, сосын сүйек сырқырап қақсайды, қатты сырқырап қақсайтын кездер бол. Сосын тоңу, мысалы, салқындап, мысалы, қанша үйдің іші жылы болса да көрпені жамылады, бірақ көрпенің астында да қалтырап тоңу атады, мысалы. Сосын бүйрек ауырып бастайды. Бұрын соңында бүйрек ауырып көрмеген адам панический атаканың кезінде бүйрек ауру пайда болады да, мысалы. Ол бүйрек емес, на самом деле. Бүйрегіңізді барып тексерсеңіз, бүйрегіңізде ешқандай проблема жоқ. Сөйтсе, сіздің ол нервный системада, былайша айтқанда, паника келген кезде бүткіл денені қозғайды да дірілдетеді. Көрдіңіз бе? Денеңіз дірілдеп тұрады, аяқ қолыңыз дірілдейді. Неге? Өйткені нерв сізді қозғап жатқан. Бірақ бұл аурудың бір қуанатын жері, бұл ауру біріншіден жазылады, емі бар. Мен сияқты сіздерде бұл аурудан шығасыздар, ешқандай оған күмән жоқ. Алланың қалауымен, Алланың көмегімен. Бірақ өзіңізден тырысу болу керек та, міндетті түрде өзіңіз әрекет жасау керек сол нәрсеге. Алла қалайды, Алла қаласа болады деп жата берсек те болмайды да, мысалы, алма піс, аузыма түс деген нәрсе жоқ бұл жерде. Әрекет сізден болу керек, берекет Алладан болады. Әл-харакату баракату дейді, арабтар айтады. Қазақ оны не дейді? Әрекетке берекет дейді. Сен әрекет етсең, мен берекет берем дейді Аллах Тағала. Яғни Алла сізден әрекет болса, Алла Тағаладан берекет болады. Алла жемісін беріп қояды. Алла Тағала сізге сынақ берді, яғни сынақ берді. Не істер екен осы құлым? Осындай қорқыныш жүрегіңізге үрей салып қойды. Енді сіз олан қалай да шығуға тырысуыңыз керек. Батырлық танытуыңыз керек. Яғни упражнениелер болады, соларды жасауыңыз керек болады. Түсінесіз ба? Бір қуанатын жері, бұл панический атакадан шығасыз. Мейлі біреулер айтады, 24 жыл, 23 жыл болды дейді да. Мана бір кісі жазып жатыр, жекеме шығып, 24 жыл панический атакамен ауырған, әлі алысып келе жатыр, қанша өмір кетіп қалғанда. Көрдіңіз ба? Оны жеңуге былайша айтқанда құлшыныс болмаған. Жоқ, ниет болды, бірақ амал дұрыс болған жоқ та, дұрыс амал жасалған жоқ. Шаг дұрыс болған жоқ, былайша айтқанда. Ол не істеді? Панический атакадан шығамды, керісінше панический атакамен қырсығып, өзінде күшейтіп алды ол нәрсені, паниканы күшейтіп алды. Сонымен сонша қанша жылын өткізіп алды. Мысалы, 24 жылда ол адамға денсаулығына ешқандай зиян келген жоқ. Байқадыңыз ба? Ешқандай ақау, зиян келген жоқ. Бірақ, әліге дейін, бірақ өмірі не сияқты, жаңағыдай, бір өмір емес сияқты да, бір бақыт жоқ, бақытсыздық. Неге? Өйткені панический атака әлі оның бойынан таралған жоқ. Түсінесіздер ме? Ендеше бұл панический атака деген нәрсе кететін нәрсе, бір Алланың қалауымен. Бұл біріншіден жазылатын ауру. Ауру деп айтуға болмайды, өйткені ауру деген адамның шынымен патологический, хронический ауру болса, оны ауру деп атауға болады жаңа. Науқас, ауру деп. Бірақ бұл ауру емес, жай ғана мидағы бір проблема да, оны алып тастау керек та, оны алып тастау керек. Ол жайлап, Алла қаласа кетеді. Екіншісі, бұл тіпті қорқынышты ауру емес. Сіз қорқып атқандай үрейленіп, ай деп паниковать ететін ауру емес. Бұнымен адам Алланың қалауымен адамға ешқандай зиян келмейді, адам онымен өлмейді. Өйткені сіз врачқа тексерілдіңіз, больницаға көрілдіңіз, жалпы врачқа ФГДС дейді, колоноскопия дейді, МРТ, УЗИ, ЭКГ бәрін түсіп шықтыңыз.
общий кровь анализіңізді бәрін тапсырдыңыз, ешқандай сізден проблема тапқан жоқ дәрігерлер. Ендеше сізде бірақ проблема психологический болған. Егер врачтар сіздің патологический, яғни хронический ешқандай ауруың жоқ екенін айтса сізге, сіз қона беріңіз, сізге ешқандай зиян болмайды. Бұл нәрседен зиян келмейді. Өйткені сіздің бүткіл денеңіз, организм бұл нагрузканы көтере алады. Түсінесіз ба? Панический атаканы көтере алады. Мысалы, жүрек отырған кезде қатты соғып кетуі мүмкін, мысалы да, паника келген кезде қатты соғып кетуі мүмкін. Сосын панический атака тарағаннан кейін де сізде үрей қалып қояды. Өйткені тағы да келеді деген сияқты күту болады да, соны панический атака бір келгеннен кейін артында панический атака үрей қалдырып кетеді. Сосын тағы да келеді, келе береді да бұл. Ендеше мұнан қалай құтылуға болады? Қалай шығамыз енді бұл нәрсе? Енді зиян емес екен біз білдік, ешқандай адамға зияны жоқ. Бірақ өмір что-то қараңғы. Мына өмір уже қызық емес, қызық емес болып бара жатыр. Әшейін әйтеуір біреудің тәнінде өмір сүріп жүрген сияқты сезінесің өзіңді. Мысалы, панический атака келген кезде сен 2 метр жерді зорға басып өтесің, мысалы. 10 метр жерге бара алмайсың. Одышка болып, демің қысып, как будто жаңағыдай талып қалатын сияқты, давление көтеріліп, жаның шығып бара жатқан сияқты, сондай бір страх, қорқыныш да. Көресіз ба? Бұл былайша айтқанда өмір бір қараңғылық сияқты да, қараңғы бір тұңғиыққа кіріп кеткен сияқтысың, шыға алмайтын сияқтысың, өмір бір бақытсыздық. Бұл нәрседен шығасыздар, бірақ сізден әрекет болу керек міндетті түрде. Сол кезде сізде прогресс болады. Мысалы, жаңа 24 жыл болды, біреулер 30 жыл мысалы осы аурумен 30 жыл қалып кеткен. 30 жыл. Неге? Олар былайша айтқанда жазылуын күтіп жата берген ғой, түсінесіз ба? Жазылам бір күн деп күтіп та, мысалы да, мынандай нәрсе бар. Сіз кәсіп жасамасаңыз, немесе жұмысқа шығып ақша таппасаңыз, сізге ақша ешкім бермейді да. Мысалы, сіз бейне бір үйде ақша күтіп жатқан адам сияқтысыз да, жұмыс жасамай, ақша келеді деп та, сізге ешкім ақша бермейді. Ол кезде сіз аштан өлесіз да. Сол сияқты панический атакада, мына долгосрочный панический атакамен күресіп келе жатқан адамдар, былайша айтқанда, олар шынайы күреспеген да. Мысалы, мен 2 жыл паникамен ауырдым. Менің ауырымды басына өткен нәрсені айтып берейін мен сізге. Менің ауырым тіпті күрделі болды. Мысалы, мен панический атакамен агорафобия бірге келді. Агорафобия дегеніміз, мынау агора дейтін нәрсе, ол базар, рынок деген нәрсені білдіреді, яғни базарды білдіреді. Ал фобия қорқыныш, үрей деген мағынаны білдіреді. Яғни базардағы қорқыныш деген сияқты. Яғни ашық далаға шығуға, ашық далада адамдардың арасына шығуға не істейсің? Үрейленесің. Қорқыныш болады, сен шыға алмайсың. Как будто адамдардың арасына кірсең, саған бірдеңе болып қалатын сияқты өзіңді мазасызданасың, өзіңді мазасыз сезінесің. Мен до того сондай панический атака келді маған, мен өзімнің бөлмемнен шыға алмай қалдым. 2-ші бөлмеге бара алмаймын. До того мен басында больницаға қаралып сөйтіп жүрдім, бірақ ешқандай мені врачтар ешқандай проблема тапқан жоқ, патологический ештеңе жоқ, жүрегің әдемі, асқазаныңда ешқандай проблема жоқ, бүйрегің ешқандай проблема жоқ, бауырында аздап ожирение бар. Оны жаңа 10.000 шақ күнге жүрсең кетеді. Мен бір бөлменің ішінде 10.000 шақ жүріп тастаймын да. Осы бөлме, осы кішкентай бөлме бар. Соның ішінде жүре берем. Қалай да осы ожирение кету керек. Сол бауырымнан проблема, бауырымнан деген мына миға құйылып қалды. Сонан артынан панический атака келеді. Сөйтіп не істедім? Жайлап больницаға бардым, больницаға барып бауырымды түсірттім. Ол больницаға баруда проблема болды. Больницаға барған кезде қайтадан басым айналып, құлап қала жаздым. Енді оны еске түсірсем, күлгім келеді да, шынымен де. Күлкілі жағдай. Сол бауырымды түсіріп едік, бауырым орнына келген дейді да, 6 ай дегенде барып түсірдік. Бауырым қалпына келген, ешқандай проблема жоқ. Көрдіңіз ба? Жүрудің пайдасын сол кезде білдім, яғни көп жүру керек. Жүруді көбейту керек. Ходьбаны. Жүрудің пайдасы өте көп. Сонда бауырымда ожирение кеткен, кішкене қуандым, паникам сейілген сияқты, паникам кеткен сияқты болды. Бірақ что-то не то, не болып жатыр, бірдеңе жетпей жатыр деген сияқты бір заттар болып жатыр да мида. Бірақ соның артынан тағы да панический атака келеді. Сонан мен врачтарды қойдым, хирург, гастроэнтеролог, инфекционист деген сияқты, басқа да жаңағы травматолог, бәрімен бүткіл қандай врачтар бар, барлығын қаралып шықтым. Түгел врач атаулының бәрін қаралдым. Олардың ешқайсы менен жаңағыдай проблема тапқан жоқ. Сонан невропатологқа барған кезде ол психотерапевтке барды. Мен Қазақстаннан ешқандай, мен қазір мен каналыма жазылған көпшілік адамдар Қазақстан 24 жыл болған кісімен бүгін сөйлестім. Қазақстаннан ешқандай не таппаған, психолог таппаған ғой, оны емдейтін да.
3 жыл 4 жыл 6 жыл болған адамдар бар арамызда. Олардың ешқайсысы жаңағыдай психолог, психотерапевт таппаған, оны емдейтін. Барған психологтардың есігін тоздырған. Зато мана Шымкенттен бір жігіт хабарласты. Бүткіл амалдардың барлығын жасадым дейді. Бүткіл амал. Я? 5-6 миллион теңге ақшам осы емге кетті. 3 жыл болды дейді. 3 жыл болды, 4 жыл болды. Қарайған миллиондаған ақшам кетті деді. Мен енді өзімнен миллионнан астам ақшам кетті емделуге. Ана жігітті мен аяп кеттім, шыны керек та. Миллионнан астам ақшам осы емге кетті. Сіз мен емдеп берсеңіз қанша болса да бермей жоқ, менгі тегін. Қуантып қойын, мен көп ақша алмаймын. Көп ақша емес, вообще мына бір ай мен сіздерге тегін сабақ өтемін дедім, уәдемде тұрамын. Сонда айтамын да, жаңағы, мен сізді Инстаграм парақшада көріп қалып, қатты қуанып кеттім деп жаңағы мәз болып сөйтеді да. Сосын біраз әңгіме айтып отырып қалды телефонда. Сонда қуанып қалып жатыр, жеңілдеп қалып жатырмын дейді, Алла разы болсын. Кешке сабаққа қатысып, ол жігіт отқан болу керек қазір арамызда. Біраз жігіттер хабарласты, Шымкенттен 3-4 жігіт хабарласты бүгінгі. Қызылордадан хабарласты, осы Маңғыстаудан, Ақтаудан, Атыраудан хабарласты жігіттер. Бүгін көп адамдармен сөйлестім. Енді уақытымды сол сөйлесумен өткіздім. Бүгін ешқандай жоспар құрғаным жоқ. Бүгін кәне кімдер соғады екен деп звонок күтіп жаттым. Звонок күтумен болдым. Қазір кімдер соғады екен деп сол адамдардың барлығымен сөйлестім. Аллаға шүкір. Бәрі жақсы, бәрі рахметін айтып жатыр.